Қайырлы күн баршамызға. Осындай міне жұмсақ және дәмді пицца дайындайтын боламыз. Дайындап көріңіздер, өте дәмді шығады. Ыдысымызға дрожжи, қант, жылы суымызды құйып, араластырып, бетін жауып 10 минутқа қоя тұрамыз. Бір ыдысымызға сүт, су, тұз, қаймағымызды салып, араластырып, жұмыртқамызды да салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Міне осындай дрожжымыз осылай болып көтерілу керек. Содан кейін барып сол жаңағы сүтімізге құйып, барлығын араластырамыз. Міндетті түрде онды ситадан өткізіңіздер, өйткені жаңағы қамырларыңыз іртік-іртік болып қалуы мүмкін. Илеп алғаннан кейін, кішкене иленгеннен кейін майымызды құйып, тағы да илеміз. Қолымызға кішкене жабысады, ол қалыпты. Үстінен май құйып, осылай басып, бетін жауып, 20 минутке қоямыз. Міне осылайынан көтерілу керек. Көтерілгеннен кейін осы бөліктерге бөліп аламыз видеодағындай. Салмамызға майонез, томат және де бұрыштар қосып араластырамыз. Салмамызды нанымызға жағып, қамырымызға үстінен қызанақтарымызды, қиярымызды, және де шұжықтарымызды қойып, сырымызды үстінен қоямыз. 180 градуста 30 минутқа пісіріп аламыз, қысып тұрған пешімізде. Дайын болды, өте дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар.